Сәлем, мен Лауренс де Мидлер. Мен күн сайын Додерхантемнен Бокшел деп аталатын сүтті қой фермасына келемін. 6 жыл бұрын біз 20 бельгиялық сауын қойынан шаруашылық бастап едік. Әзірге бізде 110 бас қой бар. Біздің қойлар күніне 2 уақыт сауылады және жылына 200 күн сауылады. Қойлар таңертең сауылып болған соң серуенге жайылымға жіберіледі. Кешке сауылғанға дейін сонда болады. Кешке сауып болған соң басқа орынға түнеуге қамалады. Келесі күні таңертең бәрі қайталанады және бұл 250 күн жылына қайталанады. Қойлардың негізгі тамағы балғын шөп, одан бөлек кукуруз береміз. Оны біз жақын маңдағы фермадан аламыз. Шамамен 7 жылдан бері біз қой сауып сүт алып келеміз. 4 жылдан бері сүтті өңдеп жұмсақ балғын ірімшік, қатты ірімшік, кілегейлі ірімшік, халеоми, ричотта, фетта және балмұздақ, сонымен қатар йогурт жасаймыз. Біз оларды түрлі сауда орындарына өткіземіз. Сонымен қатар біз қозыларды сатамыз. Сол себепті ет сатушылармен де тығыз байланыстамыз. Біз қозы етін қасапшыға тапсырамыз. Ол өңдеп қаптайды да, содан соң біз ол өнімді дүкендерге жібереміз. Біз аптасына 4 базарда сауда жасаймыз. Сонымен қатар өнімдерімізді жеткізушілер арқылы сатамыз. Олар өздерінің жеткізетін супермаркеттері, ресторандар және табиғи заттар сатылатын дүкендері бар. Құрметті көрермен, сіз қалай ойлайсыз? Қазақ шаруасына осындай Лауренс де Мидлер сияқты болуға, шаруашылығын солай жүргізілуге не кедергі, не жетіспей жатыр? Осы ойыңызды комментарийға жазуыңызды сұраймыз. Арнамызға тіркеліп, лайк басуыңызды сұраймыз. Аман сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.